Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін біз әлемдегі ең кедей елдер жайлы айтатын боламыз. Және мұны әрбір адам өз өмірі туралы ойланып, бүгінгі күніне шүкіршілік ету үшін көрсеткелі отырмыз. Әлбетте, бұл 5 күндік пәни дүниенің адамдар үшін сынақ мекені екенін ұмытпаған абзал. Эритрея. Қызыл теңіздің құрғақ жағалауында орналасқан Африка құрлығындағы ең жас мемлекет. Елдегі 80% халықтың айналысатын ауыл шаруашылығы мемлекеттің негізгі экономикасы болып табылады. Топырақтың көп бөлігі эрозияға ұшырағандықтан Эритреяда құнарлы жерлердің жетіспеушілігі байқалады. Өкінішке орай мемлекеттің экономикасын құлдыратып, халықтың басқа елдерге қоныс аударуына себеп болып отырған елдегі қарулы қақтығыстар екен. Гвинея. Африка түбегінің батысы Атлант мұхиты жағалауында орналасқан мемлекет. Гвинея гидроэнергетикалық, ауыл шаруашылық және минералды ресурстары бола тұра әлемдегі кедей елдер қатарына кірген. Мысалы, елде біршама темір, уран, алтын, алмас кен орындары бар. Мемлекетте 12,4 миллион халық бар және оның жартысынан көбі төмен жағдайда өмір сүреді. Мозамбик. Африканың оңтүстік шығысында Үнді мұхит жағалауында орналасқан мемлекет. 16 жылға созылған азаматтық қақтығыстар елдегі экономиканы толықтай құлдыратып жіберді. Қазіргі таңда Мозамбик сыртқы елдердің көмегіне мұқтаж болып тұрған жағдайы біршама төмен елдердің қатарына кіреді. Елде қара көмір мен табиғи газ кен орындары бар. Оған қоса тек өз елін ғана емес, Оңтүстік Африка Республикасы мен Зимбабвені электр энергиясымен қамтамасыз ететін Африкадағы ең үлкен гидроэлектростанциясы да осы жерде орналасқан. Бірақ оның бәрі 28,8 миллион халқы бар елдің экономикасын көтеріп жатқан жоқ. Малави. Тағы да Африка құрлығының оңтүстік шығысында орналасқан кедей елдердің бірі. 18 миллион халқы бар бұл елдің экономикасы ауыл шаруашылығы болып табылады. Халықтың ең негізгі табыс көзі мақта мен шай өсіру. Бірақ елдегі қатты ыстық пен құрғақшылық жер өнімдерін жойып, халықты аш қалдыратын жайы да бар. Нигер. Батыс Африкада орналасқан халқы 26,6 миллион адамды құрайтын әлемдегі ең кедей елдердің қатарында. Нигер жерінің көп бөлігі Сахара шөлінде орналасқандықтан елдегі ең ауқымды проблемалар қуаңшылық және құмды желдер екен. Сол себепті елде ауыл шаруашылығы дамымаған. Ал ауруханалар мен білікті дәрігер мамандардың жетіспеушілігі Нигер халқына тағы да үлкен сынақтар тудыруда. Либерия. Атлант мұхиты жағалауында орналасқан Африка түбегіндегі ең кәрі мемлекеттердің бірі. 4,5 миллион халқы бар бұл елдің де экономикасын күрт төмендеткен қарулы қақтығыстар. Мемлекеттегі халықтың көп бөлігінің білімсіздігі және қылмыстың көп болуы Либерияны кедей елдер қатарын толтыруына себеп болып тұр. Бурунди. Африканың шығысында халқы тығыз орналасқан шағын ел. 10,5 миллион тұрғыны бар Бурунди елінің ең негізгі экономикасы басқа елдерге шай, кофе және мақта өнімдерін экспорттау екен. Елдегі медициналық көмектің аздығы себебінен халықтың көп бөлігі дұрыс ем қабылдай алмайды. Бурунди еліндегі адамдардың орташа өмір сүру жас шамасы 48-ді құрайды екен. Конго Демократиялық Республикасы. 70 миллион тұрғыны бар африкалық ел су, орман, пайдалы қазба ресурстары бола тұра әлемдегі жағдайы төмен елдердің бірі. Бұл елдегі экономиканың төмендеуі мен халықтың жағдайын нашарлатқан тоқтауы жоқ қарулы қақтығыстар.
елдегі ахуалды одан ары нашарлатып отырған медициналық көмектің көпшілік адамдарға қолжетімсіз болуы. Орталық Африка Республикасы. Алмас, алтын, мұнай, уранның біршама қоры мен ормандарында өсіп жатқан көптеген тұқымды ағаштардың иесі бола тұра, бұл мемлекетте кедей елдердің ішінде. Халқы сирек қоныстанған елдің экономикасын құлдыратқан тағы да сол қатыгез қақтығыстар екен. Бұл елде шамамен 5 миллион адам өмір сүреді. Сомали. Африка құрлығының ең шығысында орналасқан ел. Мемлекетте өмір сүретін 14 миллион халықтың басым көпшілігі көшпенді өмір салтын ұстанады. Экономикасы әлемдегі ең төмен дамыған елдің ең негізгі табыс көзі ауыл шаруашылығы болып табылады. Жыл сайын экспортқа мыңдаған ірі қара малдарды жібергенімен халықтың әл-ауқаты көтеріле қойған жоқ. Әлбетте жоғарыда айтқанымыздай, бұл өмір сынақтан тұрады. Өмірдің сынағына түскен бұл елдерге Алла сабыр берсін деп тілейміз. Егер видео көкейлеріңізге бір ой салса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жүздескенше.